мысалға чат Gemini'ға кірген кезде бірінші новый чат, мына жерде новый чат тұрады, сізге сұрайды не жасаймыз, не істейміз деген сияқты. Мына жерде инструменттер бар: обучение, deep research, создание изображения, canvas деген сияқты. Изображение сурет жасап береді сізге. Мысалға менде заказ болды кеше. Ахметұлы Қонаевпен бірге түскен осындай сурет жасап бер деген. Иә, яғни суретті бірінші адамның суреті және екінші адамның суреттерін жібереміз, және де оған жазамыз, промпт жазамыз, оған осындай 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 бірінші суреттегі адам деген сияқты 8К 8К форматта осылай кабинетте түскен фото жасап бер, селфи фото, осындай сурет жасап берді. Одан соң Нұрсұлтан Назарбаевпен деген сияқты қазір хит болып жатыр ғой осы интернетте, соған байланысты жасап берген болатынмын. Бұл жерде енді орысша жазылған промпт. Промпт деген осы, мына жазатын затымыз жаңағы промпт. Мысалы мына сен рөлі беру керек, нақты не керек, осы деген сияқты. Осылай жасап берілген. Одан соң мына жақта canvas деген тұрды, жаңа үшіншісі. Төртіншісі canvas. Яғни Canva арқылы Google мен Gemini екеуі бірге жұмыс жасайды. Google мен Canva. Яғни осы Canva-ны қосып мына жерге презентацияңызды сипаттап бересіз. Мысалы мен бағана таңертең жасадым. Excel бойынша 9 сынып оқушыларына арналған презентация жасап бер. Сәлеметсіз бе, осындай осындай осындай, уже қате жіберді. Маған презентация емес, Word файл жасап берді. Word файл. Осындай осындай осындай. Маған презентация керек дедім. Екінші рет уже қате жасалды. Мына жерде мен осы жерден қате кеттім, көрдіңіздер ма? Яғни мен толыққанды өзімнің не керек екенін жазылмады бұл жерде, толыққанды. Сондықтан екінші кезден бастап, маған презентация керек деген кезден бастап уже презентация жасай бастадым. Презентация. Мынадай презентация, міне. Мына ашайыншы былай. Microsoft Excel, оның анықтамасы, қолдануы. Мына жерге өзіңіз сурет қойып аласыз. Canva арқылы, PowerPoint арқылы. Әне осындай презентация жасап береді. Жасанды интеллект арқылы Google Canva-да жасап алуға болады екен. Одан соң барып, әр чатқа жеке бір чат ретінде қарау керек. Яғни мысалға сіз өзіңіздің жеке дәрігеріңіз дедім, жаңағы сіз мына жерге загрузить файл арқылы сіз өзіңіздің бұрынғы анализдеріңізді тапсырып жасап салып қойсаңыз болады. Сіздің қан тобыңыз, сіздің жаңағындай ерекшеліктеріңіз, мынандай аурумен бұрын ауырған, мынандай ауруға икем бірдеңе деген сияқты жаңағындай анализдеріңіз История бәрін осы болезни. жерге тіркеп қойсаңыздар болады. Содан соң әрқашанда осы жерден сұрап отырасыз. Менде осындай, бүгін менің температурам, қан қысымым көтерілді. Не үшін олай болды, не үшін бұлай болды? Мен бүгін кеше осындай тамақты жеген едім, қантым көтеріліп кетті деген сияқты. Сондай өзіңізге жасап отырсаңыз болады. Немесе фитнес тренер жасасаңыз болады. Фитнес тренер осы жерге тіркеп, жаңағыдай өзіңіздің салмағыңызды, басқасын барлығын тіркеп қоясыз. Содан соң сіздің күнделікті жейтін тамағыңызды, сіздің немен айналысып жатсыз, қанша қадам жүрдіңіз, барлығын осы жерден тіркеп жұмыс жасай беруге болады. Сосын мына жақта Gemini'дің версиялары бар. Барлық жасанды интеллекттердің барлығына версиялар бар. Бірінші ChatGPT шықты, ChatGPT. Одан екінші қытайлық DeepSeek шықты. DeepSeekті естіген боларсыздар, иә? DeepSeek шықты, одан сразу бірден ChatGPT басқа версиясын шығарды. Одан тағы басқа версиясы, Жақында Gemini осы версияларын шығарды. Бұл уақытқа дейін соңғы 3 айда осындай деңгейге жетті. Бұдан алдын Gemini бұндай жақсы деңгейде емес еді.
мындай жақсы деңгейде емес еді. Яғни жаңағы заттардың барлығы, иә, жаңа көрсеттім ғой, солардың барлығын, искусственный интеллекттердің барлығын бірге шығарды. Бірге шығарды. Гуглдың жаңағындай рыноктағы бағасы өсті деген сияқты, солай жүзеге асты. Келесі ChatGPT. Біз жақсы білетін ChatGPT, ол изображение, яғни сурет салуды осы 2 күн 3 күн алдын қосты. Изображение, яғни осы жаққа кіресіздер, сіздің өзіңіздің қалайтын суретіңіз қандай, мысалы осындай 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 тақырыпта шақырту деген сияқты, иә, өзіңіздің туған күніңізге, өзіңіздің ашық сабағыңызға, жаңағыдай үлкен іс шаралардың барлығына шақырту, тойға шақырту, кез келген заттарды мына жерге суреттерді тіркеп қойсаңыз болады. Тура жаңағыдай суреттерді тіркейсіздер, содан соң барып промпт жазасыздар. Немесе промптты ChatGPT-дің өзіне жаздырсаңыз болады. Мен осындай осындай затты қалаймын, шақырту осындай 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 күні осындай осындай деп айтсаңыздар, осыған промпт жасап бер десеңіздер, сізге промпт жасап береді. Сол промптты осы жерге алып келіп қоясыздар, мына жерге суреттеріңізді тіркейсіздер, сосын генерацияға жібереміз, сізге суреттеріңізді жасап береді. Мысалға менде YouTube канал бар, сол YouTube каналға жасап берген мұқабасы, яғни видеоның мұқабасы. Мысалы, мен айттым, YouTube каналға арналған обложкаға видео жасап бер, жасанды интеллект прompt дұрыс жазу туралы дедім, бірақ маған орысша жасап берді. Одан соң барып, мен қазақша видеоға жасап, маған қазақша видеоға жасап бер деп едім, дұрыс емес, көрдіңіздер ма? Ә, қате жасап берді. Одан соң барып, мәтінде жасанды интеллект бойынша дұрыс промпт жазуды үйрен деп тұрсын дедім. Міне, жасанды интеллект бойынша дұрыс промпт жазуды үйрен деген сияқты өзі дұрыс жасап берді. Яғни қаншалықты деңгейде сіз генерацияны дұрыс жасай бересіз, бағана губка деген зат қой, сіз қаншалықты оған ақпаратты бере бересіз, соншалықты деңгейде ол сізге дұрыс жауап беруге тырысады. Одан соң екінші, осындай кейіпкерлер, міне фотолар жүктедім, осы менің YouTube канал осындай осындай деген, соған сериал ретінде мультфильм форматындағы жобам, осыған YouTube каналға қаралым көп қаралым көп жасайтын 3-ші сериясына арналған обложка жасап бердім. Осындай обложка жасап берген болатын. Марат Қайратұлы, кешіріңіз. Аха. Атын не дедіңіз, осы сайттың ненің? ChatGPT. Gemini ме? Gemini'де отырмыз ба әлі? ChatGPT, жоқ, бұл ChatGPT. Аха. ChatGPT. Мынау Google Gemini, жаңағы суреттерді жасаған, Тоқаев пен Назарбаев пен деген сияқты. Екіншісі ChatGPT-дің өзі. Яғни бұл жақта промпттарды дұрыс жазу арқылы осылай суреттерді жасауға болады екен. Енді персонализация деген бар мына жақта. Google-дың, ChatGPT-дің өзіңіздің аты жөніңіз шығып тұрады, мына жерге тіркелген. Соған кіресіздер, сосын мына жақта настройки бөлімі бар. Настройки бөліміне кіріп, мына жақта персонализация бөліміне сіз өзіңіз туралы толық ақпараттар жасаңыз болады. Яғни мысалы мен жазамын, мен осындай жасым осындай, мен осындай заттармен қызығамын, осындай заттармен айналысамын, яғни чатқа сіз толық ақпараттарды жазып отырудың қажеті жоқ болады бұл кезде. Яғни сіз бір затты сұрайсыз, соған байланысты сразу сізге заттарды шығарып береді. Мысалы, ChatGPT-ді бұрыннан қолданып жүрген болсаңыздар, айтсаңыз болады, маған осы уақытқа дейінгі менің қызығушылықтарым бойынша осы сенің ChatGPT-дағы персонализация бөлімін толтыруға промпт жазып бер десеңіздер болады. Яғни ол сіздерге мына жердегі настройки бөліміндегі мына жерге не жазу керек, барлығын сізге шығарып береді. Немесе өзіңіз қолдан толтырып жұмыс жасасаңыздар болады. Яғни кішкене жеңілдетеді деген ғой, жауапқа жетуді жеңілдетеді. Келесі жасанды интеллект Grok деген. Бұнан Gemini деп іздейсіздер, неге? Googleға Gemini деп іздесеңіздер, осы шығады, соған кіріп жұмыс жасай бересіздер. Келесі, жаңағы екінші көрсеткенім, ол ChatGPT деп жазасыздар,
кіресіздер, жұмыс жасай бересіздер. Барлығына Google аккаунтпен тіркеле беріңіздер. Google аккаунтты 10-15-ін ашып жатсаңыздар, қазіргі кезде бір телефонмен аша беруге болады 2-3 аккаунт бір телефон номермен. Яғни бұл не үшін керек? Бұл мысалы мен қазір 2, 3, 4, 5 сұрау жіберем, бірден лимит қойылып тастайды маған. Лимит бітті сізде бүгінге деген сияқты. Сіз қаншалықты көп аккаунтыңыз болса, соншалықты деңгейде сіз жұмыс жасай бересіз деген сөз. Немесе платный версиясын алып, $10 $9 $99. Соны алып жұмыс жасай берсеңіздер болады.